Бұл әлемді дүр сілкіндірген үңгірде құтқару оқиғасына бейімделген фильм. 2018 жылы Таиландтағы жасөспірімдер футбол командасы жаттығудан кейін ұйқыдағы ару үңгіріне барып туған күн өткізбекші болды. Күтпеген жерден әп-сәтте нөсер жауады, бірақ үңгірдегі балалар оны білмей алға қарай жылжи берді. Ал ата-аналары жиналып туған күнді тойлауға дайындық жасап жатқан. Кешке балалардың үйге қайтпағанын білген олар сұрастырып жүріп, балалардың ұйқыдағы ару үңгіріне кеткен болуы мүмкін екенін біледі. Сонымен олар іздеуге шықты. Үңгірге келгенде кіреберістен балалардың велосипедтерін тауып алады. Күзетші жаңбыр маусымының ерте келуіне байланысты үңгірді су басқанын айтты, бірақ балалар әлі де үңгір ішіндеді. Бұл оқиға Таиландтағы Чианграй провинция әкіміне тез хабарланды. Ол құтқаруға бару үшін CLS тобына хабарласты. Барлығын дайындап болғаннан кейін бұл топ құтқару жұмыстарын жүргізу үшін дереу үңгірге кіреді. Олар кіреберіске 800 метр қашықтықтағы нөмір 3 үңгірде тартқыш арқанды байлап жалғасты жылжыды. Әкім болса жағдайдың маңыздылығын түсінбей балаларды аман-есен құтқарылады деп сенді. Дегенмен ұйқыдағы ару үңгіріндегі жағдайдың күрделілігі ойдан тыс қиын еді. Таңғы сағат 5-те іздеуге шыққан топ нәтижесіз оралып қана қоймай, тіпті өздерінің бір адамы жараланған. Үңгірдегі судың ағысы жылдам ғана емес, судағы көру мүмкіндігі өте төмен екен. Бірнеше сағаттық күрделі барлаудан кейін командалар үңгірдің кіреберісінен 1600 метр қашықтықтағы трапеция тәрізді қиылысқа әрең жетіп, одан әрі жүре алмады. Келесі күні Таиланд үкіметі 100-ден астам мемлекеттік департаменттерді жұмылдырды. Сондай-ақ құтқаруға көптеген еріктілер де келді. Бангкоктан келген су шаруашылық инженерінің айтуынша, үңгірді су басқан себеп жаңбыр суы жердегі саңылаулардан үңгірге сіңіп кеткен. Су ағыны бұрылса, су тасқынын бәсеңдетуі мүмкін. 5-ші күні үңгірге сүңгудің атақты мамандары Лике мен Джон шақырылды. Жолдың шаршатқанын елеместен екеуі дереу жабдықтарын киіп үңгірге кіреді. CLS тобы қалдырған бағыттау шарқанның соңынан жүріп 3 сағат 50 минутта трапецияға жетті. Әрі қарай жылжуға дайындалып тұрғанда үңгір кенет құлап, қиыршық тас араласқан көп су атқылап, екеуінің басын айналдырады. Қауіпсіздік мақсатында екеуі алдымен қайтуға шешім қабылдады. Олар нөмір 3 үңгірге оралғанда су деңгейінің күрт көтерілуіне байланысты жерді су басқан. Бір ерікті дер кезінде кете алмай, осында қамалып қалған. Лике оны сумен сүңгітіп алып қайтуға шешім қабылдады. Бірақ еріктінің сүңгуде тәжірибесі болмағандықтан, ол бұл қараңғы және клаустрофобиялық су астындағы ортада тез үрейге беріліп, еріксіз тырмыса бастады. Тіпті дүрбелеңнен Ликенің респираторын қағып жібереді. Судан шығуға барын салған, бірақ ол тым көп күш қолданып, басын үңгірдің төбесіне соғады. Қайта Лике тәжірибелі еді. Уақытында оған қайтадан оттегін берді. Ақыры оны судан сәтті құтқарады. Екеуі де сыртқа шыққанда, үңгірге сүңгудің екі маманы үңгірдің кіреберісіне ғана жеткенін білген әкімнің жүзі бірте-бірте ауырлап, құтқару жоспарын зерделеу үшін жиналыс өткізеді. Лике мен Джон үңгірлерді барлау мен құтқаруда 30 жылдық тәжірибесі бар және өздерінің құтқару жұмыстарын жалғастыра алатынын ұсынды. Дегенмен әкім құтқарушылардың қауіпсіздігі үшін жаңбыр тоқтағаннан кейін үңгірдегі су деңгейінің төмендеуін күтуді шешті. No one will go in for now. We wait for the rain to stop. Thank you. Судың жерден үңгірге сіңіп кетпеу үшін еріктілер тау басынан етегіне дейін суды жетеледі. Алайда тау етегінде егістік жер бар еді. Сонымен 8-ші күні әкім мен су инженері жергілікті ауыл тұрғындарын іздеп барды. Ауыл тұрғындары екі ойлы болғанымен, балаларды құтқаруға көмектесетінін білген соң, бәрі бұл тәсілге келісті. Уақыт 9-ші күнге зымырап, көптен күткен шуақты күн келді. Бірақ балалар қараңғылық пен аштықта осы уақытқа дейін өмір сүре алады ма? Ата-аналары монахтардың алдында тізе бүгіп, олардың амандығы үшін шын жүректен дұға етті. Ақыры 10-ші күні үңгірдегі су азая бастады да, Лике мен Джон тағы да үңгірге кіреді. 4 сағатқа жуық жүріп, екеуі қиылысқа қайта келіп, тартқыш арқанды байлап, алға қарай сүңгуді жалғастырды. Келесі сапардағы жағдай күрделірек, кеңістік өте тар, өту қиын. Ақыры арқан таусылатын кезде алыстан жарқыраған жарық көрінеді. Иә, 13 баланың бәрі тірі екен. Балалар, енді шыға аламыз ба деп үмітпен сұрады. Джон мен Лике екеуінің барлау жұмыстарын жүргізіп жатқанын тез түсіндірді. Балалардың көңіл күйлері көтеріңкі сияқты, бірақ 10 күннен бері қарны аш олар әбден жүдеп кеткен. Джон әр баланы видеоға түсіріп, олардан қалай аман қалғандарын сұрады. Балалар өздерінің жаттықтырушыларын көрсетіп, олардың физикалық тұтынуды азайту және аштық пен қорқынышпен күресу үшін медитацияны қолдануға үйреткенін айтты. Екеуі балаларды жұбатып, жігерлендіргеннен кейін кері қайта бастады. Балалар шамдарын жағып, олармен ертеңгі жарықта қайта көрсеміз деген оймен қоштасты. Алайда батареяларды үнемдеу үшін шамдарды тез өшіріп, айнала қайтадан қараңғылыққа батты.
Екеуі бұл қуанышты жаңалықты тез қайтарды. Лагердегі барлық адамдар оларды батыр ретінде атады. Бірақ екеуінің жүзі әлі де уайымға толы. Өйткені нағыз сынақ енді ғана басталды. Қазіргі мәселе ол балаларды қалай шығару. Балалар тұрған жерден үңгірдің кіреберісіне жету үшін 6 сағаттан астам уақыт кетеді. Олардың 30 жылдық тәжірибесіне сүйенсек, адамдарды бұлай қауіпсіз түрде құтқару мүмкін емес дегенмен бала ғой, қорқыныш, тұншығу және басқа да жағдайлар өлімнің орағына айналуы мүмкін. Сонымен құтқару тағы да тоқтап қалады. Келесі күні 4 топ мүшелері алдымен балаларға біраз керек-жарақ жіберуді жоспарлады. Үңгірге сүңгу тәжірибесінің жоқтығынан 4 адам оттегін көп тұнып қалған оттегі бір адамның қайтып келуіне ғана жеткілікті болды. Ал үңгірдегі оттегінің мөлшері 16%-ға дейін төмендеген. Егер олар баланы тез арада құтқармаса, гипоксиядан өлуі мүмкін. Қазіргі уақытта жақсы қарсы шара болмағандықтан, олар үңгірге заттарды тасымалдауды жалғастырды. Дүниедегі ең үлкен үмітсіздік, үмітке ие болып, кейін қайтадан үмітсіздікке ұшырау. Шарасызданған Джон бір ақылсыз жоспар ойлап тапты. Ол басқа сүңгуір маманы әрі анестезиолог Гарримен хабарласты. Ол балаларға анестезия енгізуді және балаларды жүк тасыған сияқты шығаруды ұсынды. Алайда Гарри естіген жерден бас тартты. Бүкіл сүңгу процесі 6 сағатқа созылады, ал анестетик әр жарты сағат сайын салынады. Егер тым көп енгізілсе, бала тыныс алуды тоқтатуы мүмкін. Егер жеткіліксіз болса, бала кенеттен суда оянып, қорқыныштан үлкен апатты тудыруы мүмкін. 15-ші күні бір ерікті зат тасымалдау кезінде оттегінің жетіспеушілігінен көз жұмды. Команда мүшелерінің құрбандығы бүкіл құтқару тобына ауыр соққы берді. Әкімнің өзі ең жаман жағдайға дайындалып қойған. Осының бәрін көрген соң, Гарри ақыры бір шешімге келіп, Джонның құтқару жоспарына келсе, тірі қалу жолында өлсе де, тұрған жерінде өлуді күткеннен артық. Қайталап тексеруден кейін бұл ең ақылсыз және сенімсіз болып көрінетін жоспар қазіргі уақытта жалғыз мүмкін болып табылды. Құтқару жұмыстары басталмай тұрып, әкім құтқару жоспарын қатаң құпияда сақтауды сұрады. Өйткені операция сәтсіз аяқталса, құтқарушыларды бүкіл әлем сынайтын еді. Операция басталмас бұрын Гарри әріптестеріне қарапайым жаттығулар жасап, әр жарты сағат сайын балаға анестезияны салуды еске салды. Барлығы дайын болғаннан кейін олар үңгірге кіріп, адамдарды эстафеталық тасымалдау үшін 1250 метр және 2000 метрге арақашық қалдырды. Гарри және басқа топ мүшелері балалар қамалған жерге келді. Балалар олардың құтқарылатынын білгенде қатты қуанды. Бірақ құтқару тобы бір сапарда тек 4 баланы алады. Ал бірінші бала бірінші болып құтқарылады немесе бірінші болып қайтыс болады. Басқа балаларды қорқытпау үшін балаларға кері қарап, тез арада анестетикті салды. Көп ұзамай бала терең ұйқыға кетті. Құтқарушылар оған оттегі маскасын кигізіп, суға түсіріп, тыныс алуын мұқият тексеріп, барлығы қалыпты екеніне көз жеткізгеннен кейін баланың қол-аяғын байлап, содан кейін бірінші баланы тасымалдауға кірісті. Бірінші баланы Джейсон алып келді. Ол Рик баланы алып кететін жерге келгенде, баланың жағдайы жақсы болды. Бұл құтқару жоспарының жүзеге асатынын растады. Наркоздың әсері бірте-бірте азайғандықтан, баланың қол-аяқтары еріксіз қозғала бастады. Джейсон оған тез укол салды. Екінші баланы Джон алып барды. Ортада баланың кенет тынысы тарылады. Джонның қорқып кеткені сонша, асығыс баланың маскасын шешіп алып, құтқару үшін шетке алып шығады. Қайта біраз уақыттан кейін баланың тынысы қалпына келді. Сосын алға жылжуды жалғастырады. Соңында құтқару сәтті аяқталды. Бірінші күні 4 бала да аман есен, екінші күні тағы 5 бала құтқарылды. Бірақ бәрі ертеңгі жеңісті тойлауға дайындалғанда нөсер жаңбыр қайтадан жауып кетті. Үңгірдегі су деңгейін күрт көтерді. Құтқару жұмысы қауіптенгенімен бірақ бәрібір тәуекел етіп үңгірге қайта кірді. Соңғы күні құтқару операциясы кезінде Кристің қолы тайып кетіп, арқанды ұстай алмай қалды. Қатты ағыс онымен баланы одан сайын итеріп жібереді. Асығыс кезінде ол қайтадан арқанды ұстап алады. Судан шыққанда ол өзінің қайда екенін білмей қалды. Қайта Гарри дер кезінде тауып алады. Балаға қайта инъекция жасағаннан кейін, ол Крис үшін соңғы процесті аяқтады. Көп ұзамай, бұл интернационалисті құтқару операциясы тамаша аяқталды. 7 елден келген 5000-ға жуық адамның табандылығы мен қажырлы еңбегінің арқасында сансыз қиындықтардан кейін адамзат тарихындағы бір құтқару кереметі жасалды. 13 бала үңгірде қалып, барлығы 18 күннен кейін құтқарылады.